Шығатын топ өте танымал топ. Көрерменнің көзайымын өзі алып қойған ерекше жайдарманшылар. Сағындырып араға 5 жыл салып жайдарман сахнасында шырайлы Шымқаладан келген Зертас жаңа дәуір. Саламатсыздар ма, амансыздар ма? Бір жасы үлкен ғой, бір бастай қойсы дейін десем, өйстіп құртасың ғой сен бәрін. Не болды? Бір сопақ бас екесің сен бәрі. Жайдарман ғой ол. Амансыздар ма дегеніңіз? Есенсіздер ма демейсің ба? Есенсіздер ма? Маусым ашар құтты болсын. Есен ағамыздар. Мынау баяғыда сол біз 5-6 жыл бұрын жайдарман ойнап жүрген кезде басқаша еді. Қазір басқаша болып кетті. Чемпиондар лигасы дейді. Финалиссима дейді. Тура футболға ұқсап бара жатыр ғой кәдімгі. Мен мына маусым ашар стадионда болады екен деп ойлап қалдым. Үйтетін болсаңыздар, есінде ғана өткендегі чемпион болған 3 командадан пенальти тепсіре салмадыңыздар ма? Қазір жүр енді үшеуі бірін мойындамайды. Пенальти демес, Қазақстан бытш болып отыр ғой. Неден бытш болып отыр? Большой футболдан. Сен неге мягкий знак қоспай еттің? Специально. Мягкий знак қостан басқа сөз шығып кетіп отыр. Мен сен сияқты ойланатын болсам бар ғой, алфавиттегі біраз әріптерді алып тастайтынмын мен. Мысалы? Қ деген әріптің үшеуі бар. Оның бәрін не қыласын топырлады. Қат дегенде Қ, қала дегенде Қ, қаһарман дегенде Қ. Хотя біреуін алып тастайық соны. Болмаса, анау хат дегендегі X алып тастайық та? Жо, X-қа тиіспей оны. Сен кәдімгі Қазақстаннан Шымкентті алып тастай салайық деген сияқты әңгіме айтып отырсың ғой. Аса ғана қаһарман дегенде Қ-ны алып тастайық. Қазір қаһармандар жоқ та ғой. Гауһарлар ренжімейтін жер енді. Ой ағай, алфавиттен әріптерді алып тастайтын болсақ, Ыбырай, Ахмет аталарымызға қарсы шыққандай болмаймыз ба? Сол қарсы шықсақ, сол жоқ адамдарға қарсы шыға берейік қазір. Бар адамдарға қарсы шығып бәлеге қап кетіп отырық қой қазір. Сол Ыбырай демекші айтпақшы, қазір көкем мұғалім, ағай бұл кәдімгі. Мына балдардың бәрі осыны оқушылар. Таныстырып өте салайын. X демекші, мынау Y десең. Қайсар аты. Бүкіл байқаулардың бәріне қатысып шыққан. Қатыспаған байқауы жоқ. Байқаулардың тізесін шығарып тастаған. Жетістігі жоқ. Нәтиже жоқ кәдімгі. Өткенде бір Ақбота деген олимпиадаға барып, сондағы жетістігі Ақбота деген апаймен танысып айтқан. О жерден бұл учредительный приз алмаған ғой? Не алмаған дейсің? Учредительный. Қайсарға мұқият қарасаңыздар, Скуби-Дудағы иттің егесіне ұқсайды. Кәдімгі бұл Астанада жүріп сәл нормалын жүр ғой, Шымкентте басы қайнайтын. Мынау Мағжан. Мағжан өте білімді жігіт. Жаңалықтарын бәрін біліп жүреді. Жаңалық көп көреді. Көрген жаңалығын артынша сразу орысшасын да көреді. Ана астынан өтіп атқан жазуларды да оқып үлгереді. Не жаңалық болып жатыр елімізде? Биыл бюджеттен шегірткеге қарсы күреске 7 миллиард теңге ақша бөлінді. Қанша? 7 миллиард теңге. 70 мың теңге берсе өзіме қуышақ болсын? 700 мың берсең жеп қояды бұл шегірткені. Қой, 700 мың шегіртке жегеніз? Сәл ойланса, әжептеуір ақша ғой. 990 мың берсін жейм. Сен кәдім сұлпақ құсап жейді екесің де сен. Сол шегіртке демекші, нағыз именно біз жаққа келді шегірткелер. Олардан жоғардағы шенеунік ағаларымыз құсап, қай жақтан жеу керектігін біледі ғой. Соны да білмейсің ба? Сен
шегіртке болсаң кәдімгі ау Қызылордаға кетіп қалып құм жеп аузың лай-лай болып өлетін шегіртке кезіндесің. Анау қыздарға тиіспей ақ қояйық енді, таныстыра салайын. Алина и Алия. Мен саған қыздар ал дегенде кәдімгі үлкен қыздар ал деп едім ғой. Не болды? Оқушы қыздарды абағасын. Мен дайындықта дайындалып емес, мыналардың ата-аналарына отчет беріп шаршап отырмын ғой. Сен немен шаршап отырсың? Мен ғой бұларға қарап отқан. Тамағын беріп, шайын беріп, шашын тарап берем, керек десем буып берем. Оның бәрін өзің істейтін болсаң, неменеге абағасын бұларды? Талантты қыздар бұлар. Сосын алдым мен. Талантын байқадым айтпақшы. Алина кәдімгі Абай атамыздың бүкіл өлеңдерін жатқа біледі екен. Бір өлең біз екеумізге арналған ба деп қалдым. Қойшы. Оқып берші Алина. Есек пен бұлбұл. Не қылды? Мысал. Мысал ма? Тойған есек шөпті оттап маңайдағы, сонырқап шатқа кетті қайдағы. Қаңғырып, өлкені өрлеп келе жатып, жолықты бір бұлбұлға тоғайдағы. Тоқта. Кім ешек? Сен бірден ешекке қадалғаны не? Кім бұлбұл деп сұрасаң болмай ма? Кім бұлбұлы? Сен ғой бұлбұл. Рахмет. Өмірінде жақсы нәрсеге теңеді ғой. Просто есектер шегіртке жей алмайды олар. Құстарға жейтін шегірткені. Ешек қақта? Білмеймін, жайылып жүрген жер ар жағында. Сен кімсің? Мен Нұрлыбекпін. Танысамын. Ағай, менде де осындай бір мысал бар. Керек болса, орысша. Стрекоза и муравей. Болды, айтпай-ақ қойын. Қазір тағы тұрайын деп тұр. Кім стрекоза, кім муравей деп миды ашты. Абай атамыз демекші, осы 1 наурыздан бастап өмірге келген сәбилердің атын Абай деп қоятын болса, белгілі бір кәсіпкер ағамыз 180 мың теңгеден берем дейді. Жақсы ғой мынау. 1 наурызға дейір ма? Иә. Сен біріне дейін туғызып үлгеретін адам болсаң қуандың ғой сен. Біріне дейін үйленіп те үлгере алмайсың ғой сен. Атымды ауыстырсам ба деп жатырмын. Сен атыңды Абайұлы десең де 5 тиын бермейді саған. Ол кішкентай нәрестелерді айтып отыр. Саған ақша беріп отқан кәсіпкер ағамыз Абай атамыздың шын есімі Ибрахим екен білем екен. Ибрахим дегендерге берсе қандай күшті болатын еді. Онсыз да жұрт Абай деп таниды ғой кісіні. Мен де тура сол сияқты биылдан бастап, желтоқсаннан бастап туылған балдарға кім атын, баласын атын Есен аға деп қойса, бір 1000 теңгеден берем деп жатырмын. Есен аға емес шығар, Есен шығар. Жоқ, Есен аға деп қойғандарға берем. Есен деп қойғандарға бермеймін. Одан кейін шілей жерге ұрып жүрген жоқсың ба? 1000 теңге деп. Бір миллион, миллиард берсем де болатын еді. Спонсорлар сәл кедей болып тұрды сол. Жылдың басында неғып келесіңдер дейтін. Бәрін оборотқа сап тастадық дейтін спонсорлар ғой. Енді мынау жалпы бұл өмірде түсінген ішімдік пен жайдарманды қою қиын екен. Жаңа қоямыз деп емшіге бардық. Ол түкіріп, бетіміз бәрі түкірік болып шықты ана жерден. Сосын тәуіпке бардық. Ол қамшымен ұрып, арқамыз бәрі көгеріп шықты. Сонымен оны қоя алмай нумерологтарға бардық. Олар цифр бірден естеп, есеп шығарып, көкем 2 алды ана жерде. Сөйт сайға бардық. Арғырай 7 сайға бардық. Қоямадық общем. Сосын бір жайдарманды қойып кеткен бір врач ағамыз келді. Сендер жайдарманды қою үшін чемпион болып қойылған керек деді. Енді Есен аға біз емделуге келдік негіз. Бізге жоғарғы дозаларын бермесеңіз, бізге өтіп кетті ғой, қанға сіңіп кетті. Көкем қасына жастар жиналып жұқтырып жатыр. Бір двойной доза болмаса, онша әсер етпей жатыр бізге. Енді жалпы сіздермен бірге болған Зертас, жаңа дәуір, Сайрамский Долорес, Пахалин Торг,
сол жерде темір жолдан сәл өтіп келе жатасың. Сол жерге келгенде хабарласшы, өзім шығып күтіп аламын.